Ассаламағалейкум, күндеріңіз берекелі болсын. Бүгін синабондар дайындадым. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Бұл рецепті кондитер құрбымнан арнайы булочкаларды жасауға арналған рецептпен дайындаған болатынмын. Отбасыма өзіме өте қатты ұнады. Сондықтан өзім ғана біліп қоймай, сіздермен жасалу жолымен әрі рецептпен бөлісуді жөн көрдім. Алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Қамырына ұн, жұмыртқа, қант, ерітілген сары май, сүт, ашытқы және тұз қажет. Табаққа 4 жұмыртқаны және де қантты, тұзды салып, миксердің немесе венчиктің көмегімен жақсылап қант ерігенше араластыратын боламыз. Қант ерігенше жақсылап араластырып алдық. Ерітілген сары маймен ыстық температурадағы сүтті қосатын боламыз. Сүтті міндетті түрде температурасын ысытып алыңыздар. Бізге қажетті заттардың мөлшерлемесін видеоның астындағы описаниеде қалдыратын боламын. Қоспамыздың температурасын қарап аламыз. Өте қатты ыстық болмауы керек, салқын болмауы да керек, орташа жылы температурада болу қажет. Ашытқымызды салып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Ашытқымыз сәл көтерілуі қажет. Мінекей ашытқымыз көтерілді. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қолға сәл жабысатын қамыр пайда болады бізде. Оны 1,5-1 сағат көлемінде жылы жерге қалдырамыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Мен бұл қамырдың жартысын ғана пайдаланатын боламын. Жартысын мұздатқышқа салып қойып, кейін пайдаланатын боламын. Бөліп алған қамырымды тағы да 2 бөлікке бөлемін. Оны видеода көрсетілгендей етіп, жұқа тік төртбұрыш формасында әдемі етіп жаямыз. Мінекей осындай қалыңдықта жайып шығамыз. Одан кейін жоғарғы шетінен 1,5-2 сантиметрде қалдырып, қалған бөліктің барлығына ерітілген сары майды кисточканың көмегімен жақсылап жағып шығатын боламыз. Енді бізге 1,5-2 ас қасық мөлшерінде корица және өз қалауыңызға байланысты қант қажет. Өзіңіз араластырып аласыз. Корицаны өте көп қоспағаныңыз жөн, өйткені өте көп қосқан жағдайда дәмі жағымсыз болып кетуі мүмкін. Корица мен қант қосылған ұнтақты қамырдың үстіне сепкеннен кейін видеодағыдай ақырын қамырды орап шығатын боламыз. Противенге пергамент қағаздарын төсеп дайындап қойдым. Синабонды өз қалауыңызға байланысты түрлі формада дайындасаңыздар болады. Мен кіші көлемде дайындадым. Осындай қарапайым жіптің көмегімен өз қалауыңызға байланысты синабондарды кесіп аламыз. Противенге арасын ашып орналастырамыз, өйткені олар қазір көтеріледі, одан кейін піскенде де өз көлемі ұлғайтады. Сол үшін еркін әдемі пісу үшін осылай жасаймыз. Синабондарымыз дайындап алған соң, бетін 15-20 минутқа жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Сол уақытта жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп, оған сәл сүт араластырып, көтерілген синабондарымыздың үстіне жағып шығамыз. Синабондарды қызып тұрған 180 градустағы пешке саламыз. Әрқайсыңыздың пешіңіз әртүрлі пісіруі мүмкін. Синабондардың бетіне помадкасын дайындаймыз. Өз қалауыңызға байланысты дайындасаңыз болады. Мен 2 ас қасық сары маймен 4 қасық қаймақты және де сгущенканы қосып, осылай помадка дайындап алдым. Творожный сырмен, қант ұнтағымен дайындасаңыз болады. Тағы басқа өз қалауыңызға байланысты түрліше дайындасаңыз болады. Мен осылай дайындап алдым. Пештегі синабондардың күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Өте қатты қызартып, күйдіріп алмауымыз қажет. Сарғайтып алсаңыз өте әдемі болып піседі. Піскен синабондарымыздың үстіне ыстықтай помадкаларын жағамыз. Ыстық күйінде помадкасы өте жақсы сіңіп, дәмді болады.
Осымен синнабондарымыз дайын болды. Дәл мен айтқан рецепттегі ингредиенттердің мөлшерімен қосатын болсаңыз және дәл солай жасайтын болсаңыз, міндетті түрде пісірмес бұрын көтеріп алып жасайтын болсаңыз, синнабондарыңыз өте дәмді болып шығады. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Игіліктеріңізге жарасын. Және сонымен қатар бұл рецептпен сіз түрлі булочкаларды дайындай аласыз.